Қайырлы таң, достар. Жалпы менің болжамдарым ұнап жатса, комментарий қалдыруды, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ал мен бада ең белгісіндегі адамдарға арналған, сәуір айына арналған бұл қысқаша ғана болжамымды ұсынамын. Жалпы сәуір айында сіздер өз-өздеріңізді елге таныстыратын ай. Егер әлеуметтік желіде бизнестеріңіз болса, өзіңіз жайлы көбірек айтуға тырысыңыз. Сол кезде сіздерді тыңдаушылар көбейеді. Және де земля элементі ер адамның элементі болғандықтан ер адаммен танысу болады. Жұмыстарыңызда өзгерістер, мысалы жұмысыңызда өсу, немесе зарплатаңыз, айлығыңыз көбею деген сияқты, немесе істеп жатқан организация, мекемеде бір жаңалықтар пайда болуы мүмкін, жаңалықтар болуы мүмкін. Өз кәсібіңізді бастайсыз. Өз біліміңізді елге көрсетесіздер. Спорт залға баруға жақсы кезең. Диетаға отырыңыздар. Кім диетаға отырғысы келеді? Жақсы ай. Мемлекеттік органмен байланыс орнатасыз. Құжаттар жасайтасыздар. Ал егер власть не полезны болатын болса, штраф төлейсіз. Бір жұмысыңызда тексерістер көп болады. Егер власть полезны болса, штрафқа түспейсіздер. Ескі жұмысыңызды, жобаңызды, үйіңіздегі істеріңізді аяқтап, жаңадан бір іс бастайсыздар. Жолда немесе интернет арқылы ер адаммен танысасыздар. Ақшалы ай. Балалы болуға жақсы кезең. Бала тақырыбы сіздерге де өзекті болады. Жұмыстарыңыз көп болады. Қай жұмысты бірінші алсам деп ойланып отырасыздар. Үйіңізде онлайн жалғыз жұмыс жасап бастайсыз. Көп жұмыс жасап ауырып қалуыңыз ықтимал. Жүрегіңізге жалпы абай болыңыз. Ал айдың аяғы өте сәтті аяқталады. Айдың аяғында бала көтерулеріңіз ықтимал. Жалпы менің болжамдарым осындай. Егер менен базы оқуларын алуларыңыз келсе, жекеге шықсаңыздар болады. Бәрі жақсы болады. Сау болыңыздар.